Баршаңызға сәлем, сіздер мен Луиза. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай пайдалы және кальцийге толы холодец тағамының рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге ең бірінші қажет сиырдың аяғы, тауықтың еті және сиырдың еті қажет болады. Еттеріміздің бәрін жақсылап жуып, тазалап аламыз да. Сиырдың аяғын және де еттерімізді қазанға салып, қазанға еттеріміз толықтай бататындай су құю керекпіз. Енді қазанымызды отқа қойып, астын барынша жағамызда қазанның қайнауын күтеміз. Енді қазанымыз қайнап шыққаннан соң, мынандай артық көбіктерін алып тастаймыз. Енді қазанымызды 4 сағатқа қайнатамыз. Қазан 2 сағат қайнағаннан соң, 2 пиязды осылай бүтіндей қазанға саламыз. Сосын тағы да 2 сәбізімізді сыртын ашып, сәбізді де қазанға салып қайнатамыз. 2,5-3 сағаттан соң тауықтың еттерін бөлек бір ыдысқа алып қоямыз. Тауықтың еттері де осындай сүйегінен ажыралатын болып, жұмсақ болып піседі. Қазанымыз осылай әдемі болып қайнап тұр. Енді ең соңында дәміне қарай тұз саламыз. Енді 5-6 лавровый лист саламыз. Сосын черный горошектарды да салып, 1 сағат қайнатамыз. Енді барлық салмаларды сорпасынан жеке бөлек бір ыдысқа алып аламыз. Міне пісіп шыққан салмаларымызды бөлек ыдыстарға салып алдық. Енді осыларды ұсақтап, майдалап турап аламыз. Немесе мясорубкадан өткізсеңіздер де болады. Сиырдың етін майдалап турап аламыз. Одан кейін тауықтың етін де сүйегінен ажыратып алып, оны да жақсылап майдалап турап шығамыз. Сиырдың аяғында осылай сүйегінен ажыратып алып, оны да майдалап тураймыз. Енді сәбізімізді кубик етіп турап шығамыз. Осылай барлық салмаларымызды майдалап турап аламыз да. Аз-аздап мынандай кеселерге салып шығамыз. 1 қасықтай сәбіз түбіне. Сәбізді бірінші салсаңыздар, сап-сары болып әдемі көрінеді. Одан кейін 1 қасықтай еттерден азғантай салып, ситадан өткізілген сорпаларымызды осы пиалайдың үстіне құйып шығамыз да. Мен холодецтерді осындай шай ішетін кесеге салғанды жөн көремін, себебі олар әдемі көрінеді. Енді дайын болған холодецімізді холодильникте сақтаймыз. Міне достар, холодеціміз дайын болды. Осындай болып шықты. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк қойып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Луиза. Сау болыңыздар.